Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Сауд Арабиясы күтпеген жерден бокстың орталығына айналып жатыр. Кезінде Мекка бокса деп Лас-Вегаста айтатын, енді Мекка бокса Сауд Арабиясы айналып бара жатыр. Бір қызығы соңғы кездері үлкен жекпе-жектер деген бүкіл халықтың назарын аударатын бокс кештері дәл осы елде өтетін болды. 22 ақпан күні Бивол мен Бейтербиев бізде реванш өткізеді. Жартылай ауыр салмақ, яғни 79 келі салмақ дәрежесінде абсолютті чемпион Артур Бейтербиев өзінің титулын қорғайтын болады. Дәл осы жекпе-жекті біз талқылап көрейік. Ал оған дейін мен бұл жекпе-жектің кардына да бір-екі ауыз сөз айтып тоқтала кетейін, өйткені мынадай карт туралы сөйлемесең, айтпасаң күнә енді шынымен де, әсіресе бокс жанкүйерлері үшін. Өйткені жекпе-жектердің басым бөлігі титулды. Енді кейбіреулерін интерим деп уақытша әлем чемпионы атағы үшін шығарып қойған, кішкене карттың салмағын арттыру үшін, былайша айтқанда. Қазір мен картты әдейі ашып қойдым, көз жүгіртіп. Бір ғана жекпе-жекте жеңілісі бар жігіттер шығады екен да. Мысалы, Дэниел Дюбуа мен Джозеф Паркер Жаңа Зеландиялық бұрынғы әлем чемпионы, қазір міне Дюбуа IBF чемпионы, өз титулын алғаш рет қорғайды. Ал қалған жекпе-жектердің барлығында кем дегенде бір спортшы, бір жақ ұтылмаған. Бізге барлығымызға танымал Хамза Шираз мырза алғаш рет әлем чемпионы атағын алып көреді. Жалпы Хамза Шираз бұл жақсы мысалда, қалай біртіндеп әлем чемпионы атағын алып келуге болатын, сондай дәл осы жігіттің мысалында көруге болады. Әлем чемпионы атанады бұл боксшы, бұған енді сенім бар. Мен бокс қалай дегенмен бір соққы бәрін шешіп жіберуі мүмкін, бірақ жақсы келе жатыр. Оған қоса Риат Season деген жобаның бренд амбассадоры бұл жігіт, оны ұмытпаңыздар. Яғни былайша айтқанда Турк Аль-Шейхтің проектісі. Біздің Жәнібектен ашық қашқан, өйткені WBO міндетті үміткер деп бекіткеніне қарамастан бұл жекпе-жектен бас тартты, Карлос Адамоспен шығып отыр. Неге екенін өздеріңіз де түсініп отырсыздар, бірақ біз үшін қызық, міндетті түрде бұл жекпе-жек әсіресе қазақ бокс жанкүйерлері қарайтын болады. Исраил Мадримов Вирджил Ортиспен WBC интерим, яғни уақытша титул сарапқа салады. Вирджил Ортис жеңілмеген, 20-0. Мадримовтың кәсіпқой бокста жекпе-жектер аз, бірақ әуесқойдағы багаждың арқасында біразға дейін бара алады. Бір мәрте чемпион болған адам, сондықтан қазір уақыт жоғалтатын шама жоқ. Сосын мен үшін ең қызық жекпе-жектердің бірі Шакур Стивенсон мен Флойд Шеффилд. Бұл жекпе-жек бірде болмайды деп ақыры түсінген жоқпын. Күтейік енді ресми анонс қандай болатын. Бұл жігіттерде жеңіл салмақта WBC титулын сарапқа салды. Стивенсон әлдеқайда танымал жігіт, бірақ Флойд Шеффилдті да бір былайша айтқанда болашақ дейді. Енді екінші Флойд демей қойып, бірақ кім біледі алдағы уақытта. Болашақ зор жігіттердің бірі деп есептейді. Жан Жилей, Қытайдан шыққан ең алғашқы ауыр салмақтағы чемпион, ұзақ алысқа шапқан боксшы деуге болады. Агит Кабаэльге қарсы германиялық боксшы 25-0. WBC уақытша, бұл жерде тағы енді барлығы WBC-дің уақытша титулдарына шығады, бұл жерде көбі. Ол да бар енді. Каллум Смит пен Джошуа Буатси 19-0 деген көрсеткіштің егері. Сосын мына жерде Константино Нанга және Брэдли Рия картты ашатын болады. Шамамен осындай. Ал біз енді басты жекпе-жек келейік. Жалпы болжап талқыламас бұрын бірінші жекпе-жекке де тоқталған дұрыс шығар деп ойлаймын, өйткені біраз дау болды бұл жекпе-жектің қорытындысы бойынша. Бұнымен келісуге де болады, өйткені енді бұндай деңгейдегі атлеттер шыққан кезде шынымен де бір жақты жекпе-жек болады деп айту қателік болатын шығар. Біз жекпе-жек барысында да бұны көрдік. Бір жақтан бір жаққа басымдылық ауысып отырды. Оны төрешілердің карточкасында аңғаруға болады. Енді бір төрешінің 8-4 деген есебін түсіну қиын, бірақ мысалы 7-5 дегенді түсінуге болады. Тіпті 6-6 деген түсінуге болады, тең. Мысалы төрешілер осындай есеп қойған: 7-5, 8-4, 6-6, яғни есеп 2-0. Былайша айтқанда, өйткені бір төрешіде тең, екі төрешіде. Төрешінің карточкасында Артур Бейтербиев жеңіске жетті. Қорытынды осы, енді осы жалпы жекпе-жекке кішігірім шолу жасайтын болсақ,
Енді бұл жерде бірнеше фактор болуы мүмкін. Мысалы Бивол толықтай ашыла алмады. Біз бұны байқадық. Әсіресе қолдарын жоғары ұстап, тым бір блоктың ар жағына кетіп қалған сияқты болып көрінді. Сосын ағылшын тілді Бетербиевтің бапкері де айтып жатты, жекпе-жек барысында бір шамамен 3-4 раундтың ортасында ғой деймін, we need a body punch деп қайта бірнеше рет айтты. Яғни бізге бүйірден соққылар керек деп айтып жатты, және бұл жекпе-жек барысында аңғаруға болады. Не үшін жасайды оны? Әсіресе жекпе-жектің алғашқы бөлігінде, алғашқы раундтарында бүйірден қайта бүйірден, мына кеудеден ұрып адамның демін бұзады. Одан кейін барып кейін басқа соққыны арттырады, бастан соққыны, сосын раундтың соңына қарқынды көтереді. Қарқынды көтерді айтпақшы Бетербиев. Бірақ қатты әсер еткен жоқ. Функционалдық дайындық жақсы болды. Биволдың да, Бетербиевтің де бір қатты ентігіп, терең тыныс алып, бір сондай бір функционалдық дайындық сыр беріп жатқан көрген жоқпыз. Демек, сол боди панчтарға, кеудеден, бүйірден соққыларға үміт артқанмен бұл тактика нәтиже бермеді. Бірақ қалай дегенмен, біз жекпе-жек қарсаңында не дедік, Артур алға ұмтылады, әрдайым қысым көрсетеді, және ол өз стиліне өзгерістер енгізген жоқ, бас тартқан жоқ, өзінің философиясынан былайша айтқанда. Бивол не істейді дедік? Бивол ойнақтайды, аяқта жүреді, ойнақтайды, джеб қайта, және рингтің ішін айналып жүреді деп айттық. Дәл солай болды жекпе-жек. Және де кейбір сәттерде әрине енді Биволдың сондай бір бұрынғыдай өткір болмағанын байқадық. Бұл жерде былай деп айтуға болады. Енді қарсыласың қаншалықты саған ашылуға мүмкіншілік берді, сондай деңгейде ашылдың, не болмаса сыртқы бір факторлар әсер етті. Мен бұны неге алып келе жатырмын? Өйткені дәл жекпе-жек қарсаңында, мысалы, отбасының ішінде не болып жатқаны жекпе-жекпен қатар талқыланды. Әсіресе орыс тілді неде, бұқаралық ақпарат құралдарында. Және дәл осы жекпе-жек қарсаңында енді ажиотаж деген сұмдық болды, әсіресе осы Ресей, біздің маңайда деген сияқты. Және әйелі көп интервью берді, көп бір жерлерде шоуларда пайда бола бастады. Бұның барлығы тегін емес, әрине. Бұл да бір өзіне бір медиа капитал жасау, былайша айтқанда, ол кісіден. Енді оны әркім өзі шешер, қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс деген сияқты. Бірақ бұл факт, тіпті сол әйелі оның тікелей эфирде жекпе-жекті қалай көрсетіп отыр, қарап отырғанын, оның реакциясына дейін түсіріп, бұның барлығы тарап кетті әлеуметтік желіге. Бұндай фактор енді сұмдық әсер етеді, және жекпе-жек барысында бұл сезілді. Мен жекпе-жекті көрген кезде іштей сондай бір ойға келдім, бұл жерде сондай бір гәп бар шығар деп. Мен сырттай бір шынымен де бір сыр бермейтін жігіт болып көрінгенмен, бірақ рингте қалай дегенмен сезілді. Өйткені бұған дейінгі Бивол, кешіңіздер, бұл әлдеқайда белсенді, әлдеқайда өткір, әлдеқайда кейде сенімді деген сияқты. Бірақ оның барлығы артта қалған әңгіме. Енді бізді күтіп тұрған жекпе-жекке қайтып келейік. Мен шын керек таңғалып қалдым, өте тез жасап жіберді рематчты. Бұндай жекпе-жектерде қарымта айқас бұндай жылдам ұйымдастырылу демек бір тараптың мүддесі бар деген сөз. Көп жерде солай болып шығады. Түсінуімше, енді менің бұл іштей ойым, Биволды көбірек ұнатуы да мүмкін ұйымдастырушылар, немесе Биволдың командасының қолында тетіктер көп болуы мүмкін. Бәлкім тіпті Туркальшейх тіпті ақшасы көп адам ғой, өткенде 10 миллионнан бері селді, қазір мәсаған 15 миллионнан деу мүмкін, ол жағын білмейміз. Бірақ бұл ойланатын жағдай, өте тез жасап жіберді. Қазан айында өткізді. Осымен міне 4,5 ай ғана екі жекпе-жектің арасындағы үзіліс. Бұл ең алдымен Бетербиевке ыңғайсыз, өткені жас 40-та. Енді соңғы 5 жылда Бетербиевтің әр жекпе-жегін қарсаңда айтылатын әңгіме, ойбай жасайып қалды. Бірақ әр жекпе-жек сайын Бетербиев, біз жанкүйерлер Бетербиев ұтылады дегендер опық жеп жүрміз. Қалай дегенмен, бұндай жаста біз кез келген жекпе-жек сондай бір барлығын өзгеріп жүруі мүмкін. Және екі жекпе-жектің арасындағы уақыт Бетербиев үшін қолайсыз деп есептеймін. Және де енді лагерь есептеңіз, сол бір 4 айдың ішін көлемінде болса, кем дегенде 2 ай, тіпті 3 айға дейін лагерь жалғасады жаттық. Оның кезеңдері бар. Сосын ұмытпаңыздар, бұл жерде жігіттер әрдайым бір промо
акцияларға қатысу керек, видеолар түсу керек, интервьюға бару керек. Оның барлығы көп уақытты қажет ететін дүние, және бұндай факторлар, және көрдіңіздер ме, Бетербиев өте көп жарақат алады. Соңғы жылдары жарақаттар көбейіп кетті. Бірінші мәрте жазды ұйымдастыру керек, 2024 жылы. Бетербиевтің жарақатының кесірінен кейінге қалдырылған бұл жекпе-жек. Сондай сыртқы факторлар көп. Сосын көрдіңіздер ме, төрешілер де біраз таяқ жеді бұл жекпе-жектен кейін. Қазір міндетті түрде сол төреші емес, басқалар отыруы мүмкін, әбден ықтимал. Кімді қоятынын білмейміз әзірше, төрешілер, қандай төрешілер отыратынын. Бірақ өткен шешімді ескере отыра, шамамен осындай ұқсас жекпе-жек болса, бұл жолы Биволға бұрып жіберуі мүмкін деп есептеймін. Өйткені қысым болады да, кейбір төрешілердің бойында да, адам ғой қалай дегенмен, олардың бойында да қысым болады. Өйткенде дәл осындай жекпе-жекте Бивол деп еді, онда соған көніп, бәлкім объективті бола алмай, Биволдың ішіне жазып жіберуі де ықтимал. Ол бір фактор. Екінші фактор, бокс бұл қалай деген үлкен бизнес, және де әзірше сондай бір үлкен жекпе-жектер байқалмайды деген сияқты бұл дивизионда. Бенавидес қазір жақсы келе жатыр, бірақ ол кейін айтылатын әңгіме. Сондықтан қазір Бивол ұтса, онда трилогия деген сөз. Қазір шешімге де байланысты. Қалай ұтады Бивол? Бивол дәл осындай шамамен 7-5, 6-6 деп алып кетсе, онда трилогия кетеді. Бұл шынымен де бокс тарихындағы ең бір керемет трилогиялардың бірі болуы да әбден ықтимал. Ал енді сайып келгенде сөзімді қорытындылайтын болсам, өткен жекпе-жек қарсаңында айтқан болатын Бивол фаворит. Бұл жолы да Бивол фаворит деуге толықтай негіз бар менің ойымша. Бетербиевке қарсы сыртқы және ішкі факторлар көп. Соны ескере отыра Биволды фаворит деп есептеймін, және төрешілердің шешіммен аяқталады бұл жекпе-жек деп күтемін. Биволдың жеңісімен аяқталады деген ойдамын. Сіздерде әрине міндетті түрде өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Одан кейін менің арнама қош келдіңіздер. Егер тұрақты түрде қарап отырсаңыздар, онда арнама жазылып қоюға кеңес беремін. Бұл тегін және маған да жақсы. Одан бөлек пікірлер жазуды ұмытпаңыздар, және сілтеме қалдырам менің әлеуметтік желілеріме, телеграм каналыма қош келіңіздер. Ол жерде мен сәл жиірек шығып тұрам, кейде жекпе-жек әлемде болып жатқан түрлі бір құбылыс жаңалықтарға өз пікірімді де жазып жүремін.